Аштық. Аштық сопылардың сипаты және нәпсіге қарсы күрестің алғы шарттарының бірі. Аштық әдебі адамның әдетте тұтынатын тағам мөлшері мысықтың құлағына тең мөлшерде азайту болып табылады. Аштық нұр, тоқтық от. Бұл от иесін күйдірмейінше сөнбейді. Тоқтық бұл дүние тіршілігі амалдарының кілті, ал аштық мәңгілік өмір амалдарының кілті. Фатима анамыз Алла елшісіне саллаллаху алейхи вассалам бір үзім нан әкелгенде, ол одан бұл не уа Фатима деп сұрайды. Фатима анамыз, бұл мен пісірген шелпек, сізге осының бір бөлігін әкелгенше ақсықтым дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, бұл сенің әкеңнің 3 күнде жеген алғашқы тамағы деді. Шейхтардан бірі қатты аштықтан жылай беретінін көрген біреу одан жылау себебін сұрағанда, шейх, Алланың менің аш қалуымнан мақсаты менің жылауым екенін білмеуші ме едің деп жауап береді. Бір шейхке күніне бір рет қана тамақ ішетін адам туралы айтылғанда, ол сиддиқундар, Аллаға өте жақын адамдар осылай тамақтанады деп жауап береді. Одан күніне 2 рет тамақ ішетін адам туралы сұрайды. Ол бұл мүминдердің тамағы деп жауап береді. Ал одан күніне 3 рет тамақтанатын адам туралы сұралғанда, ол оның отбасына айт, оған жем-сауыт дайындасын деп жауап берді. Әбу Абдулла ибн Хафифтің құдысы шәкірттерінің бірі, ұстаз ауыз ашу үшін маған күнде кешке 10 мейіз әкелуімізді тапсырды. Бір күні мен оны аяп 15 мейіз алып келдім. Ол маған қарап, саған сонша көп әкел деп кім айтты деді де, оның 10 данасын ғана жеді.